Әртүрлі мәдениеттің басын біріктіріп, салт дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа аманаттап келе жатқан құтты мекен Жамбыл өңірі. Бүгінде аймақта 80-нен астам этнос өкілдері бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қоғамдық келісім мен өзара сыйластықты нығайтуда Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен этномәдени бірлестіктердің орны ерекше. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бабадан қалған асыл мұраны ұлықтап, әр ұлттың өнерін дәріптеу үлкен жауапкершілік. Осы жолда ширек ғасырдан астам уақыт бойы аянбай еңбек етіп келе жатқан ұжымның бірі Қазақ мәдени орталығы. Мұндағы басты мақсат қазақ халқының байырғы әдет ғұрпы мен әртүрлі этностардың өзіндік мәдениетін сақтап, оны жастардың бойына сіңіру. Өңірдегі әрбір мәдени шара мен мерекелік бас қосу осы ұрпақтар сабақтастығының жарқын көрінісіне айналған. Біздің қазақ мәдени орталығының негізгі мақсаты мынау енді Жамбыл облысы оңтүстік өңірдегі ең мынау әртүрлі ұлттардың жаңағы шоғырланған жер ғой. Өте көп бізде 80-90-нан астам ұлттың өкілдері бар. Солардың басының бәрін біріктіріп, соның көшбасшысы болып, ынтымақ пен бірлікке, татулыққа да жаңағы жақындатып, сонан кейін мынау әр ұлттың өзінің жаңағы мәдениетін, салт дәстүрін, өнерін дәріптеп, мынау басқа жастарға, ұрпаққа, келер ұрпаққа. Сонымен бірге біз өзіміз мынау қазақтың байырғы мәдениетін, қазақтың ежелден келе жатқан жаңағы өнерін осы жастарға, басқа ұлттың өкілі болсын, өзіміздің ұрпақтар болсын, жастар болсын, соларға жаңағы дамытып, дарытып, соларда үйрету болды, бойларына сіңдіру болды. Сөйте отырып, біз өзіміздің ұлттық патриотизмге жастар тәрбиелеу болды. Соның бәрі мен ойлаймын, ынтымақ пен достықтың, бірліктің арқасы деп ойлаймын. Соның арқасында біздің қазақ елі экономика саласынан болсын, қандай сала болсын, дамиды. Осы достықтың арқасында деп ойлаймын. Бірлік бар жерде, не деуші еді қазақ, тірлік бар дейді. Тұрғындардың бір-біріне деген құрметі мен достық қарым-қатынасы кез келген істің берекесі. Бүгінде ассамблея аясында өткен фестивальдар мен қайырымдылық жобаларына өңір жастары белсене қатысады. Бірге қуанып, бірге еңбек еткен тұрғындар үшін басты құндылық елдегі тыныштық пен өзара түсіністік. Бабалар аманатына адал, әулие-аталықтар бауырмалдық пен ынтымақты болашақ ұрпаққа үлгі етіп келеді. Сабина Орынбек, Дидар Жолшан, 7-7 Ньюс.